Уайымдамаңыздар. Еш уайымдамаңыздар. Қонысбек, Жанел, Киял Продакшн сіздерге керемет love story дайындап қойды. Яғни, жігіт Қонысбек, сіз Человек-паук, бүкіл әлемнің арманы. Фыцық. Қыз Жанел, сіз арыстансыз. Ұр деп тұрған львица. Екеуіңіз кездесесіздер, сол кезде арыстан Человек-паукты көріп, жұтып, жеп қояды. Сол кезде затемнение, текст, махаббат сенің ішінде. Қалай? Керемет емес пе? Брат, біз негізі кішкене басқаша елестеткен едік өзіміздің love story'мізді. Да, у меня была совсем другая идея. Я хочу что-то романтичное. Алмата, романтическая музыка. Красивые кадры. Я убегаю, а ты бежишь за мной. Тоқташы Жанел. Тоқта деймін. Шаршаттың ғой. Таң атқалы артынан жүгіріп жүріп, наны білгенде мен дейтін үстіме спортивный киім киіп шығатын едім ғой. Ну это же love story. Қайдағы love story? Мен саған предложение жасаған кезде сен да дедің, күйеуге шығам дедің. Не жүрсің енді мынау дейтін? Таң атқалы сенің артынан жүгір. Түспеймен болды, қош. Ондай болмайтын сияқты. Романтика, музыка, екеуміздің құшақтасқанымыз, мен сенің артынан жүгіріп баратқаным. Оны ертең тойда 500 адамның алдына қалай көрсетесің? Қызық емес. Мүмкін сюжет қосамыз кішкене. Екеуміздің шынайы танысқан историямызды, бірақ қазақи нақышпен этно форматта көрсетсек. Арғындар адайларға қонаққа келген кез, мен шамамен 5-темін, сен 0-десің. Ага. Ну я же лялька тогда. Я же ничего не помню. Болмай өтеді екен, да? Онда бірден 20 жылдан кейін көрсетейік. Көк жайлау, таулардың бөктері, әдемі кадрлар, киіз үйлер, жайылып бара жатқан жылқы. Сол кезде адайлар арғындарға қонаққа келсе. Сол жерде күй қоссақ. Адай күйін қосу қуат мысалы. Дыңғыл, адай күй ойнап атады. Мен және мен жолдастарым атпен шауып жатамыз. Айттым саған. Аңға кейін шығайық деп. Үйдегілердің адасып қалдық. Енді міне, жол таппай жүрміз. Досым, уайымдама. Бір амал табылар. Біз деген ауыл
осы таулардың жиегінде болса керек. Мүмкін құстардың ұшқанына қараймыз, а? Жақын маңда ауыл аймақ болса, құстардың бәрі сол жаққа қарай ұшады. Жайлаудың шөбіне қарайық. Жақын жерде адамдардың тұрағы болса, шөп тапталған болады. Мүмкін Google'дан сұрай саламыз. О, дұрыс айтасың. Сәрсенгүл, осы жақын арадағы Арғын ауылының орналасқан жерін айтып жүрші. Сіздің сұранысыңыз бойынша Арғындар ауылы табылды. Тай шаптырым жерден кейін солға бұрылыңыз. Айттым саған. Жақын арадамыз. Кеттік ендеше. Түрлі өтіңіздер. Бүгін мерекелі күн болып отыр. Ал, аман есен бізге келдіңіздер. Қалай жеттіңіздер? Аман, бәрі аман есен. Өзіңіз қалайсыз? Жақсы, шүкір аман есен. Ассалаумағалейкумдер. Ассалаумағалейкум. Қалайсыздар, амансыздар? Я, батырлар болай. Арғын еліне қонақтар келіп отыр. Жақсылап күтіп жіберейік. Дәм тұздан алып отырыңдар. Дұрыс, рахмет. Дәм тұздан алып отырыңдар. Қазақ деген халықсың. Ас қайырып, көкпар тамашалауға барайық. О, бәрекелді. Бақ қонсын, қыдырдарсын. Айтса қарғыс, тисе көз өтпесін. Құдай берген несібен, тепкіресен кетпесін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Аумин. Жәлел қызым, мына кешікпеген серілерге ас ауқатын беріп, күтіп ал қарағым. Өзім қарным ашты. Аң аулағанбыз. Содан қарны ашқан ғой. Еттен жеді өзің. Есің ба? Мына қымыз денеңді баурап алатын балғымыз екен, ә? Өзің саудың ба? Я өзім. Бауырсақ ше. Дәмі тіл өретін Айтпа. май бауырсақ екен. Оны да өзің пісірген шығарсың. Я. Құртшы. Қандай керемет. Есінің өзі деген. Нағыз сықпа құрт екен. Оны да өзің жасадың ба? Жоқ, біз оны Магнумнан алдық. Дұрыс па бәрі?
Ақылы көркіне сай, аты затына сай, өз елінің тыныштығын ойлап отыратын хас сұлу Жанель, армысың? Фу, это ужасно. Қалай ужасно? Просто скажи привет. Жарайды. Ақылы көркіне сай, аты затына сай, өз елінің тыныштығын ойлап отыратын хас сұлу Жанель, привет. Привет. Жанель ханым, менің саған бір керемет ұсынысым бар. Екеуміз оңашаланып, мына көк жайлауды жағалап, серуендеп қайтсақ, қалай қарайсың? Жарайды. Жоқ. Менде сіздерге басқа идея бар. Яғни Қонысбек, жігіт. Бэтмен. Қап-қара, сұлу, сымбатты. Ал Жанель қыз. Так. Динозавр. Екеулеріңіз аралда жолғасыздар. Ешкім жоқ аралда. Жанель, динозавр жақындап келе жатып, Бэтменді Қонысбекті Sağındım seni ayalan Gelsin şımağan el bulan Sağındım seni ayalan Ömürdüm sulu Ömürdüm sulu керемет драма емес пе? Қалай? Қонысбек, Жанель,